Су ресурстар маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне суды есептеу құралын қалай ауыстыруға болады? Ол үшін не істеу керек? Тексерту және ауыстыру құны қанша тұрады деген сұрақтар жиі қойылады. Көп қабатты үйлер мен жеке үйлердегі су есептегіш құралын ауыстыру бағасы екі түрлі. Оның себебі неде? Осы сауалдарға жауап алу үшін біз Водомер жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне хабарластық. Қаладағы бірден бір мамандандырылған ұйым осы. Бұл мекеме су есептегіштерді тексерумен және ауыстырумен жіті айналысады. Қолданыстағы су есептегіш құралы паспортында көрсетілген тексеру аралық интервалға сәйкес тексеріледі. Сондай-ақ қоймада ұзақ уақыт жатып қалған жағдайларда пайдаланар алдында міндетті түрде тексеріледі. Водомер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі суды есептеу құралдарын тексеруге және оларды ауыстыруға лицензиясы бар кәсіпорын. Компанияда заманауи сертификатталған жабдықтармен қамтылған өндірістік база бар. Ол жеке үйлер мен пәтерлер және өнеркәсіптегі су есептегіш құралдарын жіті тексеруге мүмкіндік береді. Водомер жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде кәсіби тәжірибелі мамандар жұмыс істейді. Сонымен, су шаруашылығы қызметін есепке алу жөніндегі инспектор тұтынушыға суды есептеу құралын тексерту керек деген хабарлама берді дейік. Тексеру мерзімін айтпақшы сіздер Telegram чат-ботынан да біле аласыздар. Сілтемесін береміз. Әрі қарай не істейсіз? Мамандандырылған және лицензиясы бар кәсіпорынға өтініш беруіңіз керек. Мысалы, Водомер компаниясын алайық. Өтінішіңізді қабылдаған диспетчер сізге шебердің келетін күнін нақты айтып береді. Маман суды есептегіш құралын бөлшектеп, оған құжат рәсімдейді. Есептегішті абоненттің өзіне қалдырады. Әрі қарай тұтынушы қай кәсіпорынға тексертуге апаратын өзі таңдап алып барады. Тексерген мекеме сертификат береді. Ал деректер су ресурстары маркетинг компаниясының биллинг жүйесінің базасына енгізіледі. Жаңа есептегіш құралын орнату керек болса, шеберхана маманы суды есептеу құралын желіге орнатып қосып береді және оны пломбалайды. Сондай-ақ құжаттарын да береді. Ол суды есептеу құралын орнату бойынша келісім шарт, істелген жұмыстың актісі, су өлшегішті ауыстыру актісі және құралдың паспорты. Тұтынушы төлем түбіртегін Водомер компаниясының кеңсесінен ала алады. Су өлшегіш құралын ауыстыруы біздің жаңағы жеке үйлерде 14.862 теңге. Ал үлкен высотный домдарда 13.451 теңгеге ауыстырып береміз. Оның ішіне жаңа ескі шөшікті шешеміз и орнына жаңа су өлшегіш құралын қойып, активировать етіп, біздің жаңа ВРМ-нің базасына кіргізіп беру, сол суманың ішінде барлығы. Көп қабатты үйлер мен жер үйлердегі су есептегіш құралдарын ауыстыру бағасында айырмашылық бар. Өйткені жеке секторда суды есептеу құралымен бірге клапан да ауыстырылады. Бұл өте осал жер, сондықтан оны міндетті түрде ауыстыру керек. Тексерудің қалай жүргізілетінін маманнан артық ешкім айта алмайды. Есептегіш құралын тексеруді арнайы зертханасы бар, тиісті жабдықтармен қамтылған орында жүргізіп, кем-кетігін нақты анықтап қорытынды шығарған дұрыс. Есептегіш құралын сертификаттауға және одан әрі пайдалануға рұқсат беретін тұста өте маңызды. Су өлшегіші жарамсыз болса, оны барлық стандарттарға сәйкес келетін жаңа есепке алу аспабына ауыстырып, оны растайтын құжатын анықтамасын береміз. Водомер жауапкершілігі шектеулі серіктестігі немесе басқа да лицензиясы бар кәсіпорындардың байланыс телефондары, олардың мекен жайы, орналасқан жері туралы ақпаратты әлеуметтік желілерден табуға болады.